Тіктөртбұрыштың ұзындығы а сантиметр, ені в сантиметр. Тіктөртбұрыштың периметрін тап дейді. Мұндағы а-мыз 19-ға, в 9-ға тең. Тіктөртбұрыштың периметрін табу үшін балалар, біз олардың ені мен ұзындығын қосып, 2-ге көбейтеді екенбіз, иә? Яғни бізде ұзындығы а сантиметр, ені в сантиметр, ұзындығы мен енін қосып, 2-ге көбейтеміз, яғни периметрі тең болады. А-ның орнына 19-ды қоямыз. В-ның орнына 9-ды қоямыз. Көбейтеміз 2-ге. Тең болады. 19-ға 9-ды қосатын болсам 28. 28-ді 2-ге көбейтемін. 56, иә? Жауабы тіктөртбұрыштың периметрі 56 сантиметрге тең болады екен.